أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Бүгін имам Науави рахимахулланың 40 хадис жинағының 4-ші хадисіне тоқталатын боламыз. Бұл хадисті әйгілі сахаба Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху жеткізеді. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхудың исламды қабылдауына келсек, мынадай бір оқиға айтылады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасында Абу Бакр радиаллаху анху менен келе жатып қатты шөлдейді. Сол жерде жайылып жүрген қойларды көріп, соның иесіне келіп, әлгі қойлардың сүтінен қолдануды сұрайды. Алайда Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху бұл қойлар оның қойлары емес екенін айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ондай болса қысыр қойларды саууға рұқсат сұрайды. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху қысыр қойлардың сүт бермейтініне таң қалып, ондай болса қолданай бер дейді. Бір ғажабы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі қысыр қойларды сипаған кезінде олар мол-молынан сүт бере бастайды. Кейінірек жетеді деген кезде ол сүт тоқтайды. Осы бір ғажапты көрген Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху сол арада исламды қабылдаған екен. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхудың кісілік келбетіне келетін болсақ, ол кісі өте өжет болған. Физикалық тұрғыда әлсіз адам болғандығы айтылады. Ол кісінің аяқтарының кішкентай болғандығы айтылады. Тіпті бірде ол кісі пальма ағашына шыққан кезінде адамдар ол кісінің аяғын көріп қалып күлген екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл аяқтар қияметте ең ауыр басатын аяқтардан деп айтқан. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху физикалық тұрғыдан әлсіз болса да, бірақ жүрегі өте мықты кісі болған. Ол кісі еш нәрседен қорықпаған, тіпті қағбаның алдында тұрып ең әуелі Құранды жария оқыған кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жол серігі, үнемі қасынан табылған қызметшісі. Ол 2 хижрені бірден жасаған. Әуелі Хабашаға хижрет жасаса, кейінірек Мадинаға хижрет жасаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында жүріп, бүткіл шайқастарды басынан өткерген. Кейінірек Омар радиаллаху анхудың халифалығы тұсында Омар радиаллаху анху Ирак халқына, оның ішінде Куфа қаласына Аммар ибн Ясир радиаллаху анхуды әкім етіп жіберген кезде, оның қасына көмекшісі әрі уәзірі етіп Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхуды жібереді. Ол кісі Куфаға барған кезінде сол жердегі тәфсир мектебінің негізін салады. Сонымен қатар біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі мазхабы болып табылатын Ханафи мазхабының негізін құрайды. Ханафи мазхабының негізі осы кісіден бастау алады. Егерден біз санадын атап өтетін болсақ, Абу Ханифа рахимахулланың кітаптарын жазған оның шәкірті имам Мұхаммед болған. Оның ұстазы, яғни осы мектептің негізін салушы, және де соның аты қолданатын ол имам Абу Ханифа, имам Ағзам. Ол кісінің ұстазы Хаммад болған. Хаммадтың ұстазы Ибрахим Нахаи. Ибрахим Нахаидің ұстазы Алқама ибн Қайс радиаллаху анху, ал оның ұстазы болса, мінекей осы Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху болып табылады. Хадистің мәтініне келсек, Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху шыншыл әрі шыншылдығы расталған Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі былай басталады. Расында әр біріңнің жаратылысындағы алғашқы 40 күн бір тамшы ырық күйінде болады. Кейінгі 40 күн ол бір тамшы ұйыған қанға айналады. Кейінгі 40 күнде ол бір кесек етке айналады. Сосын оған періште жіберіледі. Сөйтіп, ол періште оған жан үрлейді де 4 нәрсені жазуға бұйырылады. Ол 4 нәрсе мына сөздер. Ол адамның ризығын жазады, оның ажалын жазады, оның амалын жазады, сөйтіп оның бақытсыз яда бақытты болатынын жазады. Өзінен басқа ешбір құдай болмаған Алланың атыменен ант етейін. Араларындағы қайсы бірің жаннаттық адамның амалын жасап жүреді. Сөйтіп, онымен жаннаттың арасында бір құлаш жер қалған кезінде оның кітабы алдына шығады дағы, әлгі адам тозақтықтарын амалын жасап, сөйтіп тозақтыққа кіреді. Араларындағы қайсы бірің тозақтық адамның амалын жасап жүреді де, онымен тозақтың арасында бір құлаш жер қалған кезінде ол жаннаттық амалды жасап, сөйтіп жаннатқа кіреді дейді. Бұл хадисті имам Бухари және де имам Муслим өздерінің сахих жинақтарында жеткізген. Хадистің түсіндірмесі.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисі шарифінде адамның жаратылысындағы алғашқы кезеңдерді түсіндіруде. Нақтырақ айтатын болсақ, әрбір адам жаратылысының алғашқы кезегінде 40 күн ұрық күйінде болады. Кейінгі 40 күн әлгі ұрық ұйыған қанға айналады. Тағы да келесі 40 күнде ол бір кесек етке айналады. Сөйтіп 120 күн шамасында уақыт өткеннен кейін әлгі кесек етке жан бітеді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизасы ретінде есептеледі. Себебі бұл хабарды қазіргі күндегі технологиялармен зерттеп қарайтын болса, осыменен дөп келетіндігін ғалымдар айтуда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұдан 14 ғасырдан астам уақыт өмір сүрсе де, бірақ бүгінгі технологиялардың айтып атқан нәрсесін дәлме-дәл айтып кеткен. Осы тұстан бұл хабардың өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизасы болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайсы бір сөзін осындай бір ғажайып мұғжизамен бастайтын болса, онда ол хадистің жалғасынан да осы мұғжизаны іздеуіміз керек. Нақтырақ айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисінде әрбір адамды мазалайтын негізгі мәселелерді көрсетіп берген. Пайғамбарымыз айтады, әлгі адамға періште жіберіліп сөйтіп оған жан үрлегеннен кейін 4 нәрсені жазады дейді. Әуелі оның ризығын, яғни адам көзі тірісінде өмірі бойы қолданатын игіліктерін жазады. Екіншісі оның ажалын жазады, яғни қанша уақыт ғұмыр кешетінін. Сосын үшіншісі оның амалын жазады, яғни адам өмір бойы нендей игі амалдарға, нендей нашар амалдарға ұрынатындығын жазады. Сөйтіп төртіншісі оның бақытсыз яда бақытты болатынын жазады. Ғалымдар бұл жерде бақытсыздық пенен бақыттың не екенін түсіндірген кезінде, бақытсыздық деген адамның күнәлі істерді жасауы, жаман жолға түсуі деп түсіндіреді. Ал бақыт болса, Алла тағалаға итағат етіп, жаннатқа апаратын жолға түсуі дейді. Ал ғалымдардың екінші тобы, бұл екі сөз адамның өмірінің соңы болып табылатын. Ең соңғы аялдамасы бақыт деген оның жаннатқа кіруі, ал бақытсыздық болса оның тозаққа кіруі деп түсіндіреді. Бұл хадистің астарын қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланың ілімі хақында баяндауда. Яғни адамның жаратылысындағы ең әуелгі күннен бастап, сонау қиямет болып адамның жаннатқа неде тозаққа кіретінінің барлығынан Аллаху Тағала хабардар болады. Бұл хадис әрбір адамды мазаландыратын тағдыр мәселесін қозғайды, яғни адамдар әдетте сұрақ қояды. Алла Тағала егер адамдардың тағдырын жазып қойған болса, онда неліктен бір жаңа амал жасауымыз керек? Қанша жақсылық жасасақ та тозақтық болатын болсақ, тозаққа кіреміз, немесе қанша жамандық жасасақ та соңында жаннаттық болатын болсақ, бәрібір жаннатқа кіреді екенбіз. Ондай болса, неліктен біз өзімізді шаршатып амалдар жасаймыз деген сияқты сұрақтарды қояды. Бұл сияқты сұрақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде де қойған адамдар болған екен, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сұраққа жауап берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір отырысында айтады: Алла тағала әрбір тірі жанның не тозаққа, не жаннатқа кіретінін тағдырында жазып қойған. Кімнің бақытты, кімді бақытсыз болатыны оның тағдырында көрсетілген дейді. Сол кездегі отырған адамдардың бірі: Я Расулаллах, егерден тозаққа баратынымыз, жаннатқа баратынымыз белгілі болса, онда істерімізді істемей-ақ қоймаймыз ба дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі кісіге: кім жұмақтық болса, жұмақтық амал жасайды, кім тозақтық болса, тозаққа амал жасайды. Амал етіңдер. Әрбір амал жеңілдетілген. Жұмаққа кіретіндерге жұмақтық амалдар, тозаққа кіретіндерге тозақтық амалдар. Сосын артынша: وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى деген аяттарды оқиды. Аяттың мағынасы: ал енді кім зекетін, напақасын беретін болса, сөйтіп Аллаға тақуалық танытса, Алланың жақсылықтарын мойындаса, онда оған жақсылықты жеңілдетеміз. Ал енді кім сараңдық танытса, сөйтіп өзіне ғана сеніп Аллаху Тағалаға ешбір мұқтаждық сезінбесе, онда оны қиындық жолына жеңілдеттіреміз дейді. Яғни әуелгісі де кейінгісі де өздерінің жолдарын табады деген мағынада хадисін айтқан. Сөйтіп хадистің соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысал береді. Араларындағы қайсы бірің жаннаттық амалдарды жасап жүріп, сөйтіп жаннатпенен өзінің арасында бір құлаш жер қалған кезінде ол тозақтық амал жасап тозаққа кіреді.
Сол сияқты араларындағы қайсы бірің тозақтық амалдарды жасап жүріп, онымен тозақтың арасында бір құлаш жер қалған кезінде жаннаттық істі жасап жаннатқа кіріп кетеді дейді. Бұл бір мысал, алайда үлкен мысал. Сахабалар және де кейінгі келген табииндер осы хадисті естігеннен кейін ешқашанда өздерінің алғашқыда жасап кеткен жақсылықтарын немесе жамандықтарын айтпайтын болған. Олар өздерінің өмірлерінің соңында не істейтіндерін, өмірлері немен бітетіндерін қатты уайымдайтын болған. Сол ішінде алғашқы келген сахабалар, табииндер және де ислам үмметінің шоқ жұлдыздары болған үлкен ғалымдар әрбір дұғаларында «Я муқаллибал қулуб, саббит қалби аля диник», әй жүректерді қалауынша өзгертуші, жүрегімізді дініңе қаратай бұра көр. Немесе «Я мусаррифал қулуб, сарриф қулубана аля таатик», әй жүректерді қалауынша бағыттаушы, жүрегімізді өзіңе мойынсынуға қаратай бағытта деген сияқты дұғаларды жасаған. Бұл хадистің нәтижесінде әрбір адам өзінің істеген ісіне сеніп қалмай, әрбір күні жаңа бір белестерді бағындыруға тырысуы керек екенін көреміз. Адам өткен шағында жасаған күнәларды айтып мақтануына болмайтын сияқты, өткенінде жасаған жақсылықтарына да сеніп қалуына болмайды. Амалдар соңғысыменен бағаланады. Хадистің соңында бұл хадистен алынуы мүмкін пайда тұжырымдарға тоқтаймыз. Әрине олар өте көп, дегенмен де біз доктор Хишам Камилдің Әл-Анвар Мухаммадия атты кітабындағы көрсеткен бірнеше пайдаларға ғана тоқталамыз. Біріншісі, Алла тағала не нәрсені қаласа, оған бол деп айтады, және де ол сол сәтте жаратылады. Алайда Алла тағала өзінің құлдары сабырлыққа, тиянақтылыққа, асықпауға үйренуі үшін адамның жаратылысындағы осындай бір кезеңдерге бөлген. Екіншісі, адамға рух үрленуі 120-ші күннен кейін болады. Үшінші алатын пайдамыз рух мәселесі. Бұл Аллаху Тағаланың сыры, және де оның ақиқатын Алладан басқа ешкім білмейді. Төртінші пайда, жатырдағы балаға жан үрленгеннен кейін өлтіру бейнебір тірі адамды өлтіргенменен бірдей. Бесіншісі, Алла Тағаланың ілімінің ауқымдылығы. Алла Тағала не нәрсенің тағдырын оны жаратпай тұрып та біледі. Яғни Алла Тағала қалаған нәрсесін қалаған уақытында жаратады, және де оны жаратпай тұрып та оның қандай жағдайда болатынын біледі. Алтыншысы, амалдар соңыменен өлшенеді, соңыменен бағаланады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан жеткен өзге хадисте «Хойрукум ман толя умруху ва хасуна амалуху» деген араларындағы жақсыларың өмірі ұзақ болып, амалдары жақсы болғандарың деген. Жетіншісі, адамның өмірінің жақсы немесе жаман болып бітуі. Әуелі адамдар қайсы бір адамның өмірін ғибратқа толы немесе жамандыққа толы деп қарауы мүмкін. Алайда Алла Тағала өзінің құлдарын ең жақсы білуші. Адам жамандық жасап қайтыс болуы оның өмір бойы жасаған, бірақ өзгелерге көрсетпеген іс-әрекеттерінің нәтижесі. Сол сияқты кейбір адамдардың өмірі нашар болса да, бірақ ішкі жан дүниесінің жақсы болғандығы үшін Алла Тағала оның ажалының тұсында жақсы іс-әрекеттерді жасауға мүмкіндік беріп, оны жаннатына алады. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.